Баршаға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгінгі рецептім күріштен жасалған нан, өте керемет, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз күрішімізді жақсылап пісіріп аламыз. Күрішті салып үстіне су құйып, оны жұмсарғанша пісіресіздер. Күріш жұмсақ болып пісуі қажет. Одан кейін піскен күрішімізді ыдысқа салып, үстіне бір жұмыртқа, ашытқы және де сүтімізді қосып, блендермен жақсылап езесіздер. Күрішіміз өте жақсы езілуі қажет. Одан кейін құмшекерімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Үстіне ұн салып, қамыр етіп илейміз. Жұмсақ қамыр болады. Осылай қамыр илеп, бетін салафанмен жауып, 1,5-2 сағатқа қоясыздар. Қамырымыз осылай ашиды, бөліктерге бөліп жаямыз. Өте керемет жұмсақ болып шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Майымызды қыздырып қоямыз. Кәдімгі шелпек пісіргендей пісіресіздер, бірақ бұның дәмі ерекше болады, себебі құрамында күріш бар. Осылай қызарғанша, екі беті қызарғанша пісіріп аласыздар. Барлығын осылай бір-бірлеп пісіріп аласыздар. Өте оңай, өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Дәл осылай екі бетін қызартып аласыздар. Мен барлығын пісіріп алдым. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.